Қазақтың қара шаңырағында әр тағамның өз тарихы, әр дәмнің өз мәні бар. Ұлттық асымыз тек дастарханның сәні емес, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан тәрбиенің, мейірімнің, бірліктің белгісі. Бүгін осы видеода бір әулеттің үш ұрпағы, әже, ана және қыз, дастархан басына жиналып, ұлттық тағамның жасалу жолын бөліспек. Бұл тек ас әзірлеу емес, бұл дәстүрді дәріптеу, өткенді еске алып, болашаққа аманат қалдыру. Анасы мен балабақшада келдім. Сіз не істеп жатырсыз? Мен құрт дайындап жатырмын. Кел отыра ғой, маған көмектес. Мен құрт жасап отырмын. Бұл құртты айраннан немесе қатықтан дайындаймыз. Айранды үлкен қазанға құйып, оны баяу отта қайнатамыз. Қайнаған кезде ол іркілдеп қоюлана бастайды. Түбі күйіп кетпес үшін бұны үнемі араластырып отырамыз. Және қайнаған айранды қоюланғаннан кейін таза матаға, яғни мақтаға құйып сүзіп аламыз. Сары суын толық ағып кеткенше 5-6 сағат күтеміз. Тұз қосылған кезде жақсылап араластырамыз. Және бұл қоюланып әбден барлық бойындағы суы шыққаннан кейін бұны қолмен әртүрлі пішін беріп, осылай жасап жеуге дайындаймыз. Міне, құрт дайын болды. Әжеңді шақырып келе ғой, бәріміз бірге шай ішейік. Әже, асқа шақырып жатыр. Ас дайын болды ма? Жүре ғой. Әже, қасым дәмді екен. Үстіне не бар? Қазы жылқы етінен дайындалады. Қабырға етін сылып алып, тұз, бұрыш секілді дәмдеуіштер қосып, ішекке тығыздап салынады. Қазы еттен жасалатын ұлттық тағамдарымыздың бірі. Апа, қабаттан алыңыз. Ой, балам, сау бол, көркенің өссін. Уақыт өзгерсе де, ұлттық тағамның қадірі өзгермейді. Өйткені ол біздің түп тамырымыз, тарихымыз, отбасымызды байланыстырған алтын көпір. Бүгін әже айтып, ана көрсетіп, қыз үйренген бұл тағам тек ас емес, жүректе сақталатын естелік, болашаққа жалғасатын аманат. Дастарханымыз берекелі, бірлігіміз жарасымды, ұлттық тағамдарымыздың дәмі ұрпақ санасында мәңгі сақталсын.